Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге сұрағанда өт. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай жетістікке жетуге болады деген, қалай жетістікке болады және де оған арналған кеңестерді айтатын боламын. 4 кеңес, және де мен бірінші рет осындай сіздерге кеңес айтып отырмын, себебі мен жақында кішігірім жетістікке жеттім. Себебі достар, өмірімдегі ең бірінші сынақ, мектептен кейінгі 11 сынып бітіргеннен кейінгі сынақ, және де 2018-2019, яғни біздің оқу жылымыздағы үлкен тақырыптардың бірі ұбт бітті. Мен үшін бітті. Ол қалай бітті деп ойлайсыздар? Оған мен дайындалдым. Қасымдағы балалар да, достарым да барлығы дайындалды. Және де достар, біз оған кәдімгідей дайындалдық. Дайындалдық, және де оған арналған кеңестер менде төртеу, және де оны айтып өтсем. Айтпақшы достар, ұбт-нан сіздер астына жаза аласыздар, мен қанша балл алдым деп сұрақ қоя аласыздар. Мен сол кезде жауап беремін. Видеода айтқым келмейді, себебі мен видеода айтсам мақтанғандай боламын. Түсінетін шығарсыздар. Сосын сіздерге арналған өте бір кеңес, ең бірінші кеңес ұбт-дан жақсы балл алдым деген. ұбт емес, кез келген жетістікке жету үшін, ол үшін сіздер адам істемейтін нәрсені істеу керексіздер. Адам істемейді дегенде көп адам істемейді. Ол таңертең 4-те тұр. Яғни достар, сізге 6 сағат ұйқы жетеді десеңіз, 6 немесе максимум 6 сағат жетеді десеңіз, онда сіз түнде 10-да жатып, яғни 10-дан кейін 11, 12 сағат, сосын 4-те тұрсаңыз, онда сізге 6 сағат ұйқы жетеді. Егер сіз олай көп тұрсаңыз, онда сіздің организміңіз, яғни өзіңіз дағдыланатын боласыз. Және де бұның өте пайдалы жағы, достар, мен өзім кәдімгідей сездім. 4-те тұрып, мен ерекше сездім. Себебі мен бұрын бұлай тұрып көрмедім. Негізі 4-те бірден тұра бастаған жоқ, мен 5-те тұрдым. Ол сәуір айында, яғни апрельде болды. Ол кезде бұлай дайындалып жүрдік. Тест тапсырдық, наурыз. Одан кейін дайындалып жүрдік. Сосын 5-те тұрдым. Өйткені мен ағам үйіне бардым. Білесің, сіздерде де үйде ата-ана, туыстар бар. Неге таңертең будильникті ерте қоясың? Біз ұйықтауымыз керек. Ол дұрыс. Ол кісілер ұйықтау керек, демалу керек. Ал сен демалмауың керек. Себебі сенде қазір бар. Сенің мақсатың бар. Бұлай істеуім керек. Мен ана жерге барып істеуім керек. Яғни біз ұбт тапсыруымыз керек. Ал сен мүмкін басқа бір мүмкін сен не беріп жүрген шығарсың, бір жоба жасап отқан шығарсың, компьютерден программалар жасап отқан шығарсың, оған көп уақыт бөлу. Сол сияқты болса, онда сен 4-те тұруың керексің. Яғни сенде уақыт 18 сағат болады оңға дейін. Яғни сен 18 сағат уақытың болады. Достар, сіздер бұл кезде бір жылда қанша дәуірін айтып өт, 3 ай ғана ма? 3 ай ғана ұйықтайсың, ал 9 ай бойы сендер жұмыс. Бұл өте керемет, достар, бұл фишка, нағыз фишка. Сіз 4-те тұрып, бәрі ұйықтап жатқанда жұмыс жасайсыз, қараңыздаршы. Сіз кәдімгідей бәрі ұйықтап жатыр, бәрі ата-ана, кейбіреу ғана жай далаға шығады, сол туалетке бару деген сияқты ғой. 4-те сіз тұрып аласыз да, барасыз, өзіңізге керекті, өзіңіз ұнататын жұмысты барып жасайсыз. Сол кезде сіз сезінесіз бұны. Мен жетістікке жете аламын. Сізде алда күшті нәрсе күтіп тұрған, сіз сезесіз. Және де сіз жаттығу да жасай аласыз, бәрінен ерте тұрып. Сол кезде сіздің бұлшықетіңіз күшті болады, ал олар енді ғана тұрып жоспар құрып жатқанда, ал сізде уже жоспар дайын. Міне, осылай 4-те тұрыңыздар. Мен 5-те тұрдым. Өзім кішкене айтып кетейін, өзімді 5-те тұрдым. Ол ағам үйінде болды, себебі бұл жерде бәрібір ағама бәрібір мен барамын, будильникті қойдым, дауысы қатайды. Сол кезде тұрған кезде мен қуанышты сезіндім, себебі мен алғаш рет 5-те тұрдым. Осыған дейін алда тұрдым, жазда ғой, ол жай ғана ғой. Мен сезіндім ол кезде, мен кәдімгідей, мен уақытым бар қазір, ажымай жасаймын, сосын ажымай жасағаннан мен кітап оқи аламын, тарих оқи аламын, жұбаныш оқи аламын, есеп шығара аламын, физика, математика деп ойладым. Одан кейін сезіне бастап, жаттығу жасадым, дайындалдым, жаттығу жасап, мен сыныптағы өзімнен мықты балаларды қол күресте жеңдім. 1 рет болсын, 2 рет болсын жеңдім, бірақ одан кейін ұтылып қалдым, себебі мен жаттығуды аяқтадым емес, істемей кеттім. Ол кезде жақсы жасап жүргенімді білмеймін. Ешқандай ақталу жоқ. Сосын осылай жасадым. Соқтан достар, сіз егер таңертең 4-те 5-те тұрсаңыз, онда сіздің уақытыңыз көп болады. Егер 5-те тұрсаңыз, 17 сағат болады. Кешкі 10-ға дейін. Одан кейін келесі кешкі 11-ге дейін десеңіз де болады. Бәрібір 18 сағат екен ғой. Сосын келесі екінші достар, сіздерде қағаз, яғни сізде жоспар, яғни мақсаттарыңызды жазатын
дәптер болу керек. Яғни сіз күнде өзіңізге керекті 10 немесе 15 зат жазып отырасыз. Басында мен 10 заттан бастадым, ол кезде дұрыс болмады. Одан кейін 15, 20-ға дейін кетіп қала бастадым. Оның 18-ін жасаймын, мысалы 20 болса, оның 15-ін жасаймын. Әрқашан 1-2 істей алмай қалатым ол. Одан кейін үйреніп жүріп, солай жазып. Мен әрқашан істедім. Істегім келмей тұрса да, соның ішіндегі заттарды істедім. Соның арқасында мен осындай кішігірім жетістікке жеттім. Өте қуаныштымын, соқтым да бұны видеоға түсіріп сіздерге айтып отырмын. Сосын достар, міне екінші мақсатта, екінші сіздер осыны жаздыңыздар ғой, иә? Одан кейін үшінші, сол жердегіні 100% орындауға тырысыңыздар. 100%. Сосын төртінші кеңес, оны күтіңіздер. Ол бәрібір сіз еңбектендіңіз, ол бәрібір нәтиже сізге келу керек. Ең басты әділетсіздік жасамаңыз. Өзіңіз жасадыңыз ба, бүкілін күтіңіз, былай сабыр сақтап, барлығын күтіңіз. Сол кезде сізге сол нәтижесі бәрібір міндетті түрде қалай болса да келеді өмірде. Міне, осылай сіз жетістікке жете аласыз. Менің негізгі ойым осы болды. Және де таңертең ерте тұруға мен бір сіздерге күшті нәрсе айтпақшымын, өзім істеп жүрдім. Үйдегі кісілер оянып кетпеу үшін мен будильникті қасыма қойдым, және де 1 метрде арақашықтықта. Сосын дауысын азайтып қойдым. Себебі қасымдағылар оянып кетпесін деп дауысын өзім еститіндей қойдым. Және де сіздер 4-те тұруға мотивация болмайды. Сізде бірден ой келу керек, ұйықтап қалмау. Егер мен ұйықтап қалсам, бәрі нөл болады. Ал егер мен тұрсам, онда бәрі жақсы болады. Және де мен бәрінен озам, мен жаттығуда жасай аламын, мен бәрін жасай аламын деген сізде кәдімгідей ой болады. Сосын сіз тұк өміріңіз күшті өтетін болады. Достар, осымен сіздер менің видеом аяқталды. Егер видеом сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий ең басып қоңырау басып ұмытпаңыздар. Мен осындай видеоны алғаш рет түсіріп тұрмын. Егер қателіктер болса, кешірім сұраймын, айып етпеңіздер. Бәрі жақсы деп ойлаймын, өзіме көңілім шықты. Өзіме айтып жатсам комментарий. Олай достар, келесі видеода кездескенше сіздерді алда үлкен керемет видеолар күтіп тұр. Сол видеода кездескенше сау болыңыздар. Make it a reality. It's so right, skinny dipping by the poolside. Hand me the tequila 'cause I'm feeling like a Mexican. Chase it with caffeine, now I can feel it, my adrenaline. I'll be drinking